Жанып тұрған отқа Болатты қалай балқытады? Бұл күшті және мықты ер адамның қолынан ғана келеді. Металлургтер қаласы Теміртау еліміздің ірі өндіріс орындарының бірі. Бұл комбинатта тонналап болат құйылады. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев еңбек жолын бастаған зауытқа бүгінгі кейіпкеріміз Александр Капущак та өмірінің 40 жылын арнаған. Попал сюда, в Теміртау. Мен әскерден кейін Теміртау қаласында үлкен зауыт салынып жатыр деп естігеннен кейін көшіп келдім. Бұл қалаға мен комсомолдық жолдама бойынша қоныс аудардым. Менің қасымда 4 досым болған. Бірақ оларды басқа комбинатқа жұмысқа алып, мені 1958 жылы Қазақ металлургия зауытына жұмысқа шақырды. Өзімнің 40 жылғы еңбек жолымда мен зауытта біліктеуші, шебер, кейіннен цех бастығы болып зейнетке шықтым. Зауытта жұмыс жасап жүріп, Қарағанды индустриалды университетінің металлург мамандығын тәмамдадым. Өзінің 40 жылын металлург саласына арнаған Александр Капущак металлург маманы атану үшін біліммен қатар үлкен жауапкершілік, мақсатқа жете білу қасиеті және зейінді талапқа жетейді. То, если вы знаете, то время... Мен домна пештері шойын қорытқан тарихи сәттерге куә болып, оған өз үлесімді қосқанымды мақтан етемін, әрі қуанамын. Бұл жерде мен өте маңызды өмірлік тәжірибе жинадым. Мінезім қалыптасты, көптеген достар таптым. Бүгінгі күні металлургия саласы отандық экономиканың ең ірі секторларының бірі болып табылады. Бұл елдегі барлық индустрияның 3/4 бөлігін құрайды. Металлург мамандығы бұл болаттың қалай құйылатынын, шикізаттың қалай алынатынын, нағыз еңбектің үлгісін танытатын сала. Профессия металлурга. Металлургтер ең маңызды маман өкілдері. Себебі мемлекеттің экономикасы үшін металлург мамандығы маңызды рөл атқарады. Бүгінгі күні металлургия саласындағы сапалы мамандар жоғары бағаланып жатыр деп ойлаймын. Ал жас мамандарға айтар кеңесім, мамандық өте ауыр және қауіпті болса да, шыдамдылық сақтау қажет. Себебі бұл еліміздің ертеңі. Металлургтердің бүкіл тарихы жалындаған отпен, қайнаған қызу еңбекпен тығыз байланысты. Бұл салаға әр теміртаулық тұрғынның қатысы бар. Себебі бұл металлургтер қаласы.